Баршаңызға сәлем. Жаттығуды отырып, тұрып немесе малдас құрып жасауға болады. Иығымызды артқа қарай айналдырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кері бақты. 1, 2, дем алып, дем шығаруды ұмытпаймыз. Жаймен, бір қалыпты менімен бірге жасаймыз. Келесі қолымызды иығымызға қойып, алға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кері бақта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мойынға жасалған кез келген әрекет байыппен, жаймен жасалынуы керек. Иығымызды жоғарға қарай көтереміз. Дем алып, дем шығарамыз. Дем алып, көтереміз иығымызды, дем шығарамыз. Дем алып, дем шығарамыз. Дем алып, дем шығарамыз. Дем алып, дем шығарамыз. Желке бұлшық еттерін қозғаймыз. Көтереміз. Желкемізді дем алып, түсіреміз. Дем шығарамыз. Мойнымызды жаймен жартылай айналдырып, мұрынменен жартылай шеңбер сызамыз. 1, 2, келесі жаққа. 3, 4, 5, 6, дем алып, дем шығарамыз. 7, 8, 9, 10. Дем аламыз. Келесі жаттығу мұрынменен шеңбер сызамыз. 1, айналдырамыз. Артқа көп шалқаймаймыз. Жаймен басымызды мұрынмен шеңбер сыза отырып, жаймен айналдырамыз. Бұл жаттығулар мойын ауруының алдын алуға немесе ауырған жағдайда ауырсынуды басуға арналған жаттығулар, жеңіл жаттығулар. Қазір біртіндеп жаттығулар күрделене түседі. Жаймен дем алып, дем шығарып, менімен бірге айналдырамыз басты. Енді келесі бағытта 1, шеңбер сызамыз мұрынның ұшымен. 2, 3, басым иегімізді төменге қарай түсірген кезде бұлшық еттеріміздің қызғандығын байқаймыз. Денемізді қыздырып жатырмыз. Бұлшық еттеріміздің қозғалысын жайлап қыздырып жатырмыз. Мойынға жасалған кез келген әрекет байыппен, жаймен жасалыну керек. Соны ұмытпайық. Дем алып, дем шығара отырып, басымызды оң жақ иығымызға жатқызамыз. Орталыққа қайтадан келеміз. Сол жағымызға жатқызамыз. Орталыққа оң жағымыз. Ешқандай ауырсыну болмау керек. Жаймен шамаңыз келгенше жатқызасыз иығыңызға. оңға
Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз, дем шығарамыз. Дем аламыз. Менімен бірге жаймен жасаңыздар жаттығуды. Оңға, солға мойнымызды созамыз. Мойын бұлшықеттеріміз созылады бұл жаттығуда. Келесі жаттығу. Алға иегімізді түсіреміз. Орталыққа келеміз, артқа шалқаямыз. Мойын бұлшықеттері созамыз барынша. Желкеміздегі бұлшықеттер, мойын бұлшықеттерімізді созамыз. Иегімізді алға қарай бұққан кезде орталықта демаламыз. Артқа шалқайған кезде мойын бұлшықеттерімізді созамыз. Жаттығуларымыз жаймен күрделеніп келе жатыр. Байқап отырған боларсыздар. Кез келген жаттығуды бірден жасап кетпейміз. Алдыменен денемізді қыздырып жылытамыз. Кейін біртіндеп күрделі жаттығуларға көшеміз. Иегімізді алға қарай бұғамыз басымызбенен, орталыққа алып келіп демалып, артқа шалқаямыз. Дем алып, дем шығарып отырамыз. Жаймен демалуды ұмытпайық. Келесі жаттығу. Басымызды оңға бұрамыз. Оңға, яғни көзімізбенен жанымыздағы бір суретті немесе нүктені қарап отыруымызға болады. Келесі бағытта солға қараймыз. Тіке бір нүктені қарап отырасыздар. Мойнымызды оңға бұрамыз. Орталыққа алып келеміз. Солға бұрамыз. Орталыққа алып келеміз басымызды. Оңға бұрамыз. Дем аламыз. Дем шығарамыз. Дем аламыз. Дем шығарамыз. Жаймен, менімен бірге жасаңыздар. Келесі мойынға арналған жаттығуымыз күрделі жаттығу. Дем ала отырып, жайменен басымызды сол жаққа қарай жатқызып, сол жақ иығымызға сол қолымызбенен басымызды ұстаймыз. Яғни құлағымыздың бетіміздің үстіне қойып, мойын бұлшықеттерін созамыз. Оң жақ қолымыз тізеде, әркім өзінің ыңғайына қарай иыққа қоюға болады, немесе жерді тіреуге болады. Кімге қалай ыңғайлы, қандай жағдайда, сол жағдайға қоясыздар қолдарыңызды. Дем аламыз. Қолменен жаймен басымызға күш түсірген кезде мойнымыз созылады, мойын бұлшықеттеріміз қозғалады. Келесі бағытта оң жақ иығымызға жатқызып, басымызды оң қолымызбенен құлағымыздың үстіне қойып, қолымызды сол қолымызды иыққа, тізеге немесе жерге, қай жер ыңғайлы сол жерге қоясыздар да басыңызды жатқызасыз, мойныңызды созасыз.
келесі бағытта сол қолымызбенен басымызды иығымызға қойып мойнымызды созамыз. Сізге қалай ыңғайлы, оң қолыңыздың қалай тұрғаны, сол бағытта қойыңыздар. Келесі жақ. Мойын бұлшықеттерімізді созамыз, қолменен кішкене күш түсіреміз. Бастапқыда жаймен иығымызға жатқызсақ, ешқандай күш түсірмей. Бұл жаттығуда қолменен кішкене күш түсіріп созыңқыраймыз. Қозғалмаған бұлшықеттерімізді қозғаймыз. Маған өзіме жерді тіреген ыңғайлы, сондықтан мен жаттығуды жерді тіреп жасап жатырмын. Сіздерге иығыңызды ұстаған ыңғайлы болуы мүмкін. Біреулеріңізге тізеңізге қойған ыңғайлы болуы мүмкін. Келесі бағытта. Жаймен, асықпай, менімен бірге жасаңыздар. Созамыз. Мойнымыздағы бұлшықеттерді созамыз. Қозғалмай қалған бұлшықеттерімізді созып, қозғалысқа келтіреміз. Бастапқыда жай жаттығулармен денемізді жылытып, қыздырып алдық. Енді жайлап күрделі жаттығуларға көшіп жатырмыз. Созамыз. Мойнымызды созамыз. Дем алып, дем шығарамыз. Асықпаймыз. Дем аламыз. Қайтадан келесі бағытта. Күнделікті бұл жаттығуды жасаған сайын жалпы мойын бұлшықеттеріңіздің қозғалысының жақсарғандығын байқайсыз. Ал күнделікті тұрмыста біз мойын бұлшықеттерін көп қозғамаймыз. Қозғалыстың жоқтығы көптеген ауруларға алып келеді. Өздеріңіз білесіздер, остеохондроз, бас ауруы немесе тағы да басқа ауырсынуларға алып келеді. Келесі күрделі жаттығу. Қолымызды айқастырамыз, саусақтарымызды. Қолымызды желкемізге қойып, басымызды бұғып, иегімізбенен кеудемізді тірейміз. Қолменен қатты салмақ түсірмейміз. Жаймен күнделікті өмірде басымызды соншалықты бұғып әрекет жасамаймыз. Желке бұлшықеттерімізді созамыз. Қолдарымызды айқара, кеудемізді ашамыз. Қайтадан бұғамыз. Желке бұлшықеттеріңізде ауырсынулар болуы мүмкін. Яғни бұлшықеттеріңіз созылып жатыр жаймен. Айқара, кеудемізді ашамыз. Дем аламыз. Қайтадан кеудемізбен иығымыз бір-біріне тіреледі. Кеудемізді айқара ашамыз. Қайтадан қатты ауырсыну болмау керек. Болған жағдайда бұл жаттығуларды жасамай-ақ қойыңыздар. Жай ғана бастарыңызды бұғып, қолменен салмақ түсірмей, артқа қарай шалқайтуыңызға болады. Жаңа бастапқыда көрсетіп кеттім жеңіл жаттығуды. Басымызды бұғамыз, иегімізбен кеудемізді тірейміз, қолмен қатты салмақ түсірмейміз.
Қолдарымызды айқара ашып, кеудемізді кеңейтеміз. Омыртқа жұтамызды түзу ұстаймыз. Демалып аламыз. Келесі күрделі жаттығу. Сол қолымызды оң жақ тіземізге қойып, оң қолымызды артқа қоямыз. Омыртқа жұтамызды бұрамыз, яғни скручивание дейді орысша. Басымызды артқа қарай мойнымызды бұрамыз. Бастапқыда жанымыздағы точкаға қарасақ, енді көзбенен арттан бір затты тауып алып, соған қарауға тырысу керекпіз. Қарама-қарсы бағытта оң қолымызды сол жақ тізеге қойып, қолымызды артқа, мойнымызды мейлінше бұрамыз артқа қарай. Кеудемізді және мойнымызды. Келесі қарама-қарсы бағытта сол қолымыз оң жақ тізеде, қолымыз артта, кеудемізді бұрып, оң жаққа, мойнымызды артқа қарай бұрамыз. Келесі бағытта мойнымызды мейлінше артқа бұрамыз. Келесі бағытта бұрамыз, мойнымызды бұрамыз, кішкене салмақ түсіріп, артқа қарай, арттан белгілі бір затты қарауға тырысамыз. Демалып аламыз. Келесі бұл өте күрделі жаттығудың бірі. Бұрылу немесе скручивание деп аталады орыс тілінде. Омыртқа жұтамызды бұрамыз, мойын омыртқамызды бұрамыз, басымызды бұрамыз жалпы. Келесі бағытта басымыз артқа қарай, шама келгенше көзімізбенен артымызды қарауға тырысамыз. Кеудемізді жанға бұрамыз, басымызды артқа қарай, көзбен мойнымызды бұрамыз. Жарайсыздар. Келесі бағытта бастапқыда қиын болуы мүмкін, бірақ күнделікті үздіксіз жасай берсеңіздер, өте нәтижелі жаттығулардың бірі болып келеді. Келесі бағытта демаламыз. Демаламыз. Саусақтарымызды айқастырып, басымызға, яғни желкемізге қойып, қолымызды, басымызды бұға отырып, басымызды бұрамыз. Оңға, солға, оңға, солға, жаймен. Мойнымызды бұрап жатырмыз. Бұлшық еттеріміздің ауырсынулары байқалады бастапқыда. Кейін бұл жаттығуларды жасай берсеңіздер, жеңілдік сезіледі. Жаймен жасаймыз. Жаймен дем алып, дем шығарып, жаймен қарама-қарсы бағытта оңға солға бұра отырып, жаймен жасаймыз. Оңға солға дем аламыз. Бастапқыда жасаған жеңіл иық жаттығуларын жасап, кішкене босаңсып, бұлшық еттеріңізді босатып алыңыздар. Оңға солға, бастарыңызды бұрып, алға, бастарыңызды бұғып, орталық және артқа. Жаймен дем алып, дем шығарып, кішкене жеңіл жаттығулар жасап алыңыздар. Келесі жаттығу. Саусақтарыңызды айқастырып,
басыңызға, желкеңізге қойып қолыңызды бұғамыз. Бастапқыда жасаған болатынбыз бұл жаттығуды. Қатты салмақ түсірмейміз. Жаймен, қолдың салмағыменен жаймен. Келесі дұрыстап қарап алыңыз. Саусақтың ұштарын ғана айқастырып, желкеңізге қойып, мойныңызды құшақтайсыздар. Қатты қыспаймыз алақанмен. Мойнымызды оңға, солға, артқа бұрасыздар. Жаймен бұрып, артқа, алға, жанға, оңға, солға және артқа бұрып қарайсыздар. Басыңызды айналдырмайсыздар. Оңға, солға, артқа ғана бұрасыздар. Қайтадан желкеңізге қойып, қолыңызды алға қарай бұғамыз. Саусағымыздың ұшын айқастырып, мойнымызға қойып, қолдарымызды басымызды оңға, солға, артқа шалқайтамыз. Оңға, солға, артқа шалқайтамыз. Қайтадан саусақтарымызды айқастырып, желкемізге қойып, басымызды бұғамыз. Дем алып, дем шығарамыз. Мойынға жасалған кез келген әрекет байыппен, жаймен жасалынады, ұмытпайық. Жаймен, менімен бірге. Саусақтың ұштарын айқастырып, мойнымызды құшақтап, қолымыздың алақаныменен басымызды оңға, солға, артқа қозғаймыз. Қатты алақанмен мойнымызды қыспаймыз, бос ұстаймыз. Басымызды бұғамыз. Саусағымыздың ұштарын айқастырып, жайменен мойнымызды құшақтаймыз, яғни қысамыз, қатты қыспаймыз. Жаймен оңға, солға және артқа мойнымызды бұрамыз. Оңға, солға және артқа. Осымен жаттығуларымыз аяқталды. Жаттығудың соңында өзіміздің қолымызбенен самомассаж, яғни өзімізге өзіміз массаж жасап, бұлшықеттерімізді босатамыз. Егер де жаттығуларым пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыруыңызды сұраймын. Мойын жаттығуларын менімен бірге соңына дейін жасағандарыңыз үшін алғысым шексіз.